жөтел тыныс алу жүйесінің ауруларының ең жиі кездесетін белгілерінің бірі. Жөтел, өкпе қабынуы, туберкулез, тыныс жолының көмекей яғни кеңірдек тағы басқа ауруларының қабынуы кезінде, сондай-ақ тыныс жолдарында шаң тозаң, улы газ, темекі түтіні енгенде, суға шашылғанда негізінен тыныс органдарының ішкі қабатына орналасқан сезімтал жүйке талшықтарының тітіркенуінен болады екен. Жөтел кезінде тыныс жолдарына жиналған қақырық сыртқа шығады. Қақырықты және қақырықсыз құрғақ жөтел болып екіге бөлінеді екен. Жиі және қатты жөтел кезінде кеудеге шаншу қадалып, адамның тыныс тарылуы, ұйықтай алмауы мүмкін. Фарингит, трахеит, ларингит аурулары кезінде қақырықсыз жөтел, бронхит, пневмонияға ауырғандарға қақырықты жөтел болады екен. Жөтелді тоқтату үшін алдымен соған себеп болған негізгі ауруды емдейді және оны тоқтатуға көмектесетін дәрі-дәрмектер беріледі. Көптеген адамдар өмірінің бір кезеңінде жөтелді сезінеді. Кейбір жөтелдер тітіркендіргішті тудырады, телефонмен сөйлесуді және жұмысқа баруды қиындатады, ал басқалары ауыр және қорқынышты болуы мүмкін. Жөтелдің дыбысы мен сезімі оның себебін анықтауға, сондай-ақ мүмкін емдеуге көмектеседі. Жөтелді жіктеудің көптеген әдістері бар. Олардың пайда болуына не себеп болатынын анықтаудың қарапайым әдісі бұл олардың қалай естілетініне және денеге қалай әсер ететініне назар аудару. Құрғақ жөтел, яғни құрғақ жөтел кезінде әдетте суық және тұмау сияқты респираторлық аурулардан кейін пайда болады. Бұл жөтел тамағына шырыш аз немесе мүлдем болмаған кезде дамиды. Адам тамағынан қытықтап сезінуі мүмкін және жөтелді тоқтата алмайды. Көптеген жағдайларда жөтел өздігінен кетеді, яғни өтеді. Алайда жөтел созылмалы түрге ауысса, адамдар зерттейтін басқа себептер бар. Демікпе. Басқа белгілерге кеуде қуысының қатты сезімі, ентігу және ысқырықты жатады. Одан кейінгі өкпенің қатерлі ісігі. Өкпенің қатерлі ісігіне байланысты жөтел шырыштағы қанмен сәйкес келуі мүмкін. Жөтел өкпенің қатерлі ісігіне байланысты сирек кездеседі, бірақ егер адам алаңдаса, дәрігерге қаралу керек. Адам құрғақ жөтелдің қытықтау сезімін су ішу, жөтелге тамшы қабылдау немесе жөтел сиропын қолдану арқылы жеңілдете алады екен. Ылғалды жөтел. Адамдар дымқыл жөтелді кеудедегі жөтел деп сипаттауы мүмкін. Бұл жөтел адам шырышты немесе қақырықты жөтелгенде пайда болады. Ылғал жөтел әдетте тұмау, суық тию немесе кеуде инфекциясы сияқты инфекцияға байланысты болады екен. Кеуде инфекциясы бар адамдар аз мөлшерде ашық қызыл қан бар қақырықты жөтеле алады. Бұл қан өкпеден келеді және әдетте ештеңені алаңдатпайды. Егер адам қараңғы және құрамында тамағы бар қанмен жөтеліп жатса, немесе кофе құрамына ұқсас болса, медициналық көмекке жүгіну керек. Кейбір ылғалды жөтел созылмалы болуы мүмкін, немесе келесі себептерге байланысты болады. Бронхиектез өкпедегі кішкене дорбалардағы шырышты бассейндерден пайда болатын, ағза тазарта алмайтын жағдай. Пневмония. Бұл кезде бактериялық инфекция өкпенің тінін қабынуға әкеледі екен. Емделу жолдары: ылғалды ұстау ылғалды жөтелдің өнімділігін жоғарылатуға және суықтың белгілерін жеңілдетуге көмектеседі екен. Кейбір адамдар рецептсіз жөтелге қарсы дәрі-дәрмектерден, мысалы жөтелге қарсы тамшылардан, кеуде қуысынан және ауырсынудан бас тартуға көмектеседі. Егер бактериялық инфекция жөтелді тудырса, адамға антибиотиктер қажет болуы мүмкін. Көкжөтел ретінде танымал өте жұқпалы бактериялық инфекция. Жаңа туылған нәрестелер вакцинация алмаған адамдарда бұл ауру пайда болуы мүмкін. Көкжөтелмен ауыратын адамда әдетте салқын немесе тұмауға ұқсас белгілер байқалады. Содан кейін агрессивті және ауырған жөтел пайда болады. Иммундық жүйесі әлсіз балалар, мысалы нәрестелер, инфекциямен күресу үшін немесе тыныс алуда қиындықтар болуы мүмкін. Бұл инфекцияны жұқтырған адамдар оны жөтеле бастағаннан бастап шамамен 2 апта ішінде жұқтырады екен. Аурудан ең жақсы қорғаныс көкжөтелге қарсы вакцинация болып табылады. Оның емделу жолдары: антибиотиктерді ертерек қабылдау көкжөтелдің ауырлығын төмендетуі мүмкін. Сондықтан вакцинацияланбаған адамдар симптомдар пайда болған жағдайда мүмкіндігінше тезірек дәрігерге көрінуі керек.
тұншығу. Егер адамда ішінара бітелген тыныс алу жолдары болса, адам жөтеле алады, ал денесі бұл заттан құтылуға тырысады. Сол сияқты үлкен немесе тамағын тітіркендіретін нәрсені жеген адам жөтеле алады. Тұншығу эпизодынан кейін жөтел жалғаса береді. Дәрігерді шақырған жөн. Созылмалы жөтел бұл әдеттегі ауруға қарағанда ұзаққа созылады. Әдетте 8 апта немесе одан да көп уақытқа созылатын жөтел. Бұл жөтел кейде негізгі ауруды білдіреді. Адам тиісті диагноз қою және емдеу үшін дәрігерге көрінуі қажет. Балалардағы жөтел. Балаларда ересектер сияқты жөтел пайда болуы мүмкін болса да, кейбір балаларда жөтел пайда бола алады. Ол итбалықтың үргеніне ұқсайды. Қабырған ауырған жөтел әдетте баланың круп екенін білдіреді. Тұмау немесе суық вирус әдетте крупты тудырады. Бұл 5 жастан кіші балаларға арасында жиі кездеседі екен. Тыныс алуда қиындықтар бар, көкке айналуда, қатты кеуде ауруы бар, температурасы жоғары, ысқырықты жөтел дамиды екен. Осы белгілер пайда болса, дереу дәрігердің көмегіне жүгіну қажет. Тағы да жөтелдің емдеудің бірнеше түрлерін айтып кетсек, құрғақ жөтелді қалай емдеуге болады? Құрғақ жөтелді емдеу барысында науқастың жасы мен оның денсаулық жағдайы ескеріледі. Сол үшін алдымен құрғақ жөтелді жұмсартуға тырысу керек. Жалпы үй жағдайында жөтелден бір-ақ күнде қалай арылуға болады? Ол үшін келесідей әдістерді қолға алсақ болады екен. 3 сағат сайын мұрынды теңіз шуымен шаю керек. Болмаса тұзды сумен. Тамақты 2 сағат сайын тұз, ас содасы немесе фурацеллемен шаю қажет. Кез келген антисептик комбиктерді қолдану керек. Ағзаның қорғану функциясын жақсарту үшін табиғи дәрі-дәрмектерді қабылдау, яғни зімбір, лимон қосылған шай, сусындарды көбірек ішу керек. Мүмкіндігінше жылы суды көп ішіп, бөлме ауасын жиі тазартып ылғалдандыру керек. Қақырығы бар жөтелдерді қалай емдейміз? Ол үшін қақырық шығаратын дәрілерді ішу қажет. Мұндайда құрғақ жөтелге арналған дәрілерді қабылдамаған жөн. Себебі олар адамның жөтелу рефлексін керісінше тежеп, қақырықтың сыртқа шығуына кедергі келтіреді екен. Банка, горчичник қойған пайдалы немесе солодка, жолжеккен, миядан жасалған дәрілерді ішкен абзал екен. Балалардың жөтелін тез емдеп алуға болады ма? Балалар жөтелген кезде ең алдымен бөлме ауасын ылғалдандыру қажет. Сосын жылы су, компот беріп, суық ингаляция жасаған абзал. Мәселе ингаляцияны 2 сағат сайын минералды су немесе тұзды ерітіндімен жасап тұрса болады екен. Ал арқа мен тамаққа тек ыстық көтерілмеген жағдайда ғана арнайы маздарды жағуға болады. Сәбилердің жөтелін емдеудің тиімді тәсілдері. Сәбиге жөтел тиіп қалғанда, оны ең алдымен дәрігерге көрсету керек. Дәріден бөлек нәрестелі жөтелген уақытта төмендегендей ем-домдарды қолдансақ болады екен. Небулайзер, яғни ингаляция, тұз ерітіндісін құйып ингаляция жасау. Дренажды массаж. Сәбиді басы төмен қарап тұратындай етіп жатқызады. Сосын белден кеудеге қарай массаж жасап, кейін жылы кендіріп қояды. Дәрілік ем шаралар. Ол үшін ең алдымен педиатр кеңесін алу қажет. Жөтелден құлан таза айығу үшін 70%-тен астам жағдайда тыныс алуда жолдарын ылғалдандыру қажет. Ол үшін көп су ішіп, бөлме ауасын жиі тазартып, ылғалдандырып отыру керек. Ал ылғалды жөтелде қақырық шығаратын препараттарды көптеп ішу керек екен. Ақпарат ұнаса, тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз.